Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен мен Зуфар Азизов. Бүгінгі видеода біз сіздермен Қазақстанда ең алғашқы олимпиадалық жүзу бассейніне шолу жасайтын боламыз. Видеомызды бастамастан бұрын арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Кентау, Южный Казахстан, собрались на личное первенство профсоюзов сильнейшие прыгуны в воду. В будущем году лучшим из них предстоит участвовать в 18-х Олимпийских играх в Токио. Бұл бассейннің құрылысы 1961 жылы бастау алып, 1963 жылы аяқталады. 1963 жылы Қазақстанда алғашқы суға секіруден жарыстар өтіп, сол жарыста 64 жылы Олимпиада ойындарына лицензия ойнатылатын болады. Казахстанская правда газетінің 2005 жылғы мақаласына сүйенетін болсақ, осы спорттық нысан тұрғызу үшін Ачполиметалл комбинатының директоры Михаил Харитоновқа сөгіс жарияланған екен. Харитонов болса өзінің жазасына философиялық тұрғыдан келіп, бұл сөгіс алып тастаса да, бассейн өз жерімізде мәңгі қалады деп өз пікірін білдіріп кеткен екен. Кентау қаласына Дінмұхамед Қонаев өз сапарларының бірінде келіп, осы спорттық нысанды көріп, бұндай спорттық нысан үшін екі сөгіс алуға да жарайды деп айтқан екен. Қазіргі таңда бұл бассейн 2013-2017 жылдар аралығында күрделі жөндеу жұмыстарынан өтіп, 2018 жылы қала тұрғындары үшін өз есігін ашады.